Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің сүйікті оқырмандарым. Сіздерге мен бүгін әдеттегідей тегін мастер-классымда өте керемет жайнамаздың екі түрін көрсеткім келеді. Және де жайнамазды салатын сыртына қапшық тігуді үйренетін боламыз. Осы видеоны соңына дейін көріңіздер, өйткені оюды қалай жабыстырып сызу керек екен, шашақты қалай дұрыс тігу керек екен, одан кейін маған бір жайнамазға қанша шығын кетті және де қанша теңгеге тігуге болатын барлығы туралы айтатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Ал енді бізге қандай заттар керек? Әрине ең бірінші ол мата. Менде ол матовый велюр, өйткені ені ұзын және де қолданғанда өте жұмсақ. Менде 1 метрдай кетті, тіпті одан артылады сіздерге, сондықтан да осы матаны қолдануды жөн көрдім. Одан кейін бізде голограмма. Голограмманы білесіздер, астын флизелинмен жабыстыратын боламыз. Немесе жай ғана паутинка жабыстырсаңыздар да болады. Одан кейін бізге шашақ керек болады. Менде бір жайнамазға 1,5 метр шашақтай кетті. Шашақтың қалың түрлері өте дұрыс болады. Одан кейін бізге паутинка және де флизелин керек болады, және де жіп. Мен голограммамды дәл осы жіппен тіктім, өйткені ұқсасып тұрды. Жылтыр жіппен де тіксеңіздер болады, бірақ маған ол жіппен тіккен онша ұнамады. Сондықтан мен осы жай қарапайым жіпті қолдандым. Одан кейін бізге сызғыш, қайшы керек болады. Кантик керек болады. Егер де сіздерде кантик жоқ болатын болса, дәл сол матаның ұзындығынан кесіп алып, лента жасауға болады. Міне бізге бар жоғы осы зат қана керек. Егер де керек заттарыңыз бар болса, біз тігуді бастаймыз. Ең алдымен біз матамызды қырқып дайындап аламыз. Ол үшін бізге ені мен ұзындығын білу керек болады. Ұзындығын білу үшін маталарыңызды дәл осылай сипап көріңіздер. Яғни ворысы бар жағы, түсі ары-бері ауысып тұрған жағы сіздерде ол ұзындығы болады. Ал енде онда ешқандай ворыс болмайды. Ені кішкене созыңқы келеді, ал ұзындығы созылмайды. Осыны ескеріңіздер. Енді менде жайнамазымның көлеміне келетін болсақ, менде өте үлкенірек жайнамаз болайын деп тұр. Өйткені мен ұзындығын 1,12 см, ал енін 74 см етіп алдым. Өйткені осы размер маған ұнап тұр. Ал егерде стандарт жайнамаз қылып тігемін десеңіздер, онда сіздерде ені 74 см, ал ұзындығы 104 см алғандарыңыз дұрыс болады. Өйткені 2 см-дан 4 см жан-жағындағы тігіске кететін болады. Мен екі жайнамазымның да видео фотосы менде тұр, соны көрсеңіздер болады. Екі жайнамазымның размері екі түрлі, екіншісі стандарт размерде. Енді мен сіздерге кеңес берер едім, бір матаны қырқан кезде астарына да қырқып алуларыңызды, одан кейін барып чехолды да сразу қырқып алуларыңызды. Чехолымның размерінің ұзындығы 40 см, ені 35 см болды. Дәл осылай мен қапшығына да, яғни астарына да, үстіне де барлығын қырқып дайындап алдым. Енді ары қарай кірісетін боламыз. Бізге одан кейін мынандай мешіттің суреті керек болады. Егерде дәл менікіндей керек болатын болса, менің инстаграм парақшама жазылыңыздар. Және де мен дайреме, жекеме жазсаңыздар, мен сіздерге ссылкасын беремін, соның ішіне мен салып қоятын боламын. Енді дәл осыны мен сізге осы сурет шығаратын жерге барып шығарып, ол осылай ақ қағазға шығарып береді. Менде 20-20 см, және де дәл осыны мен қазір қырқып шығамын. Біз қазір енді диск матамызды алып, диск матам менде осындай, оны алып, теріс қаратып, және де үстіне флизелинді қоямыз. Флизелинді қойғанда менде жылтыр жағы аса қарай жату керек. Үстіне флизелинді қоямыз. Негізінде сіздер әрине голограммаға флизелин жабыстырмай қойсаңыздар да болады. Мен тек қана осы мешіттің ғана суретіне осы флизелин жабыстырғанды қолданамын, ал қалғандарына тек қана диск пен паутинкамды жабыстырылғаны ғана қолданамын деп шештім. Флизелиннің үстіне паутинкамды жақсылап тұрып қойып, жақсылап үтікпен басып шығамыз. Сосын менде осындай ою болған. Негізінде бұл бір ою. Мына жерде жалғаса осындай. Және де мен оны басқаша қылып, жайнамазымыздың бұрыш-бұрыштарына басқаша етейін деп жатырмын. Негізінде оюлармен неше түрлі нәрселерді қолдануға болады. Идеяларыңызға байланысты. Біз осылай гүлдері шеттерінде тұратындай етіп. Енді біз мешітімізді, біз бағана диск матамды үтіктеп келдім. Флизелин және паутинканы үстіне қойдым, бағана көрсеткендей. Сосын бар үтікпен қатылап басып. Егерде үтіктеріңіз үтіктелмей жатса, онда былай сулар бар ғой, үтіктің су бар ғой, соларды шашып, жақсылап тұрып үтіктесеңіздер, пергамент қағазын қойып, онда күшті үтіктелінеді. Одан кейін дәл тура солай, ойымызды да солай жасаймыз. Сызып және қырқып аламыз.
Және де қыздар, мына мешіттеріңізді теріс қаратып орнатыңыздар. Оң емес, теріс жағын. Негізінде ол былай тұру керек. Сіздерде былай емес. Былай емес, мына жағына қаратып орналастырасыздар. Әйтпесе теріс қарап қалады. Матамыздың бір ғана бөлігін алып, және де мына түгін қараңыздар. Астыға қарай кеткен жағын мен мына түр жағына. Неге? Осылай біз матамызды қойып алдық. Енді дәл осының үстіне осы әдемі суретіміз қоямыз ортасына. Шет-шеттеріне әдемі қылып оюларымызды қоямыз. Және де осы жаңағыдай оюдың жан-жағында менде гүлдер болған, мен соны да қоямын. Міне қыздар, дәл осылай орналастырдық. Енді біз астына шыт матамызды қойып, және де үстіне пергамент қағазын қойып, үтікпен жақсылап тұрып үтіктеп шығамыз. Мен ол жағын көрсетпей қояйын. Мен және қазір үтіктеп келемін, оюларын одан кейін барып сіздерге көрсететін боламын. Үтіктегенде үтіктемес бұрын жақсылап қарап алыңыздар, орындары ауыс кетпесін, бәрі дұрыс тұрсын, және де мына жерде көлемдері дұрыс болу керек. Мысалға сіздерде мына жақта қандай сантиметр қалып тұр? Менде мен былай қоя салдым, 28 сантиметр мында. Демек, мына жерде де 28 сантиметр қалу керек. Менде 30 болып кетті. Мен кішкене осылай жылжытамын. Осылай барлық шетін сызғыштың көмегімен өлшеп шығыңыздар. Мысалға, мына жерде 7 сантиметр биіктіктен кейін барып ойымызды қойғанбыз. Мына жерді көреміз. Бұл жерде мен дәл қойыппын, 7 сантиметр мына. Сол сияқты мына жақтарында өлшеңіздер. Ою мына жерде менде 6-да 5 сантиметр отыр, мына жақта 10 сантиметр отыр екен. Онда 7 сантиметр отыр екен, яғни мен бұны кішкене жоғарыға қарай қоюым керек. Дәл осылай барлық шетін дұрыстап тұрып өлшеп, жақсылап қисық емес екенін нақты білгеннен кейін барып, үтігімізді қыздырып, жақсылап тұрып қойып үтіктейміз. Үстіне пергамент қағазды өшіп ұмытып кетпеңіздер. Ал енді мен қазір үтіктеп, сосын барып көрсететін боламын. Дәл солай аяқ жағына да қоямын, сосын үтіктеймін. Мінекей қыздар, біз жайнамазымызды жайып алып, үтіктейін деп жатырмын. Көрсете салайын деп көрсетейін деп жатырмын енді. Үтігімізді қыстырып, үтігімен де қызып тұр. Үтіктеріңізді қыздырып алыңыздар, одан кейін оюларыңыз жөндемдегенше ысиды. Одан кейін барып пергамент қағазды алып үтіктеп бастырамыз. Үтіктегенде жақсылап тұрып үтіктейміздер. Тігіп жатқан кезде үтіктемей қалса, онда тіккен жерлеріңізде қисық болады. Пергамент именно осы түрі. Негізінде дәл осылай менікі сияқты тігіп, қазір біз зигзагпен тігетін боламыз.
дәл солай тігіп жай ғана бере салыңыздар болады. Бірақ зигзагпен тіккен кезде кейбір жерлері складка болып жиырылып қалады. Жиырылмас үшін мен астына флизелин төсеймін. Флизелинді білесіздер, бір ғана жақ жабысады. Мына жері жылтыр, жылтырлап тұрады, арғы жағы жабыспайды. Мен соның артына барлық жеріне емес, әрине тек қана осы оюы бар жеріне ғана флизелин жабыстырамын. Дәл осылай кішкене қырқып аламыз. Одан кейін барып, асты жағына қарай осылай жабыстыратын боламыз. Мінекей көрініп тұрады өзі. Мінекей. Мұны біз дәл астына жабыстырдық. Флизелиніміз мұнда тұр. Енді соны үтікпен басып шығамыз. Суға жүрсеңіздер де болады. Енді телефонның көмегімен қатты басамыз. Бұл жалпы жайнамазымыз қатты көрініп тұру үшін де қолданамыз. Мінекей мен зигзагпен тігейін деп жатырмын. Менде есте тұрады. Арақашықтығы 1,5-да, одан кейінгі ұзындығы 4-те тұрады. Енді біз машинкамызға тігуді бастаймыз. Тікпес бұрын ең алдымен мына 3 бұрышы бар ғой, ойымыздың бұрышына инемізді қадап аламыз. Инеміз кіріп тұру керек. Лапкамызды түсіріп, инеміз мына жерге сыртына тек қана 0,1 см ғана шықса болады. Қалғанның барлығы осы ойдың үстінде жату керек. Бұрышына келген кезде инемізді кіргіземіз ішіне, одан кейін барып лапкамызды көтеріп, сосын барып матамызды жылжытамыз. Мінекей сонда менде осындай тігіс пайда болады. Мен тігіс ұнамаса, өздеріңізге настройкасын қойып алыңыздар. Дәл осылай жалғастырамыз. Менде соткамды ұстайтын ешкім болмай тұр. Ыңғайсыз болып тұрғандықтан ары қарай тігіп, сосын барып көрсететін боламын. Мінекей қыздар, біз жайнамазымызды жайып аламыз. Осылай көрсетейін сіздерге. Егер де сіздерде мен сияқты оюды қолданатын болсаңыздар, мына гүлдің әрбір шетіне келген кезде инені қадайсыздар, тігесіздер, инені қадайсыздар, тігесіздер, инені қадап, дәл солай жалғастырасыздар. Ворс туралы ұмытып кетпеңіздер. Екеуі жатыңқы болса, екі жағы да жатып тұру керек. Осыны теріс қаратамыз бір-біріне оң қарап тұру керек. Астарын теріс қаратамыз. Енді машинкада тігіп жатқан кезде шатасып кетпес үшін, жаңағыдай тартып тігіп жібермес үшін барлығын жақсылап қойып, инемен қадап шығамыз. Барлығын жақсылап қадап аламыз. Инемен одан кейін барып лапканың бойымен бір ғана тігіспен тігіп шығатын боламыз. Одан кейін тігіп жатқан кезде астыңғы жағынан бір 10-15 см тікпей қоя тұрыңыздар. Өйткені ол аударғанға керек болады, ол жағын ұмытып кетпеңіздер. Міне қыздар, мен асты жағында көрсетіп жүрейін. Мен флизелинмен тіктім, және де мен машинкамның астыңғы жағы ақ түстен болғандықтан жібім, сондықтан қатты көрінбей тұр, өте құтты тігілді. Аудармас бұрын бас жақтарында мынандай 3 бұрышын қиып тастаймыз.
Одан кейін үтікпен мен бір басып шығамын. Оң қаратып алдық. Енді мен үстінен жақсылап тұрып үтіктеу керек болады. Негізінде лапканың бойымен немесе 1-1,5-2 см көлемінде тігіп шықсаңыздар да болады осылай. Немесе бұлай клетка қылып жасап, тор қылып жасап тіксеңіздер де болады, бірақ мен олай жасамаймын. Мына біз қазір екі жағын ашып, тігісі тұр ғой, тігісі. Сол тігісін былай қаттылап тастап, дәл осылай үтіктеп шығамыз. Жақсылап тұрып үтікпен басып үтіктейміз. Одан кейін барып шашағын тігетін боламыз. Сіздер былай тіксеңіздер болады, бірақ мен дәл қазір тікпеймін. Осылай қалдырамын. Міне қыздар, енді біз қазір шашағымыз тігейін деп жатырмыз. Менің шашағым осындай. Негізінде жуандар әдемі көрінеді, бірақ менде ондай болмағандықтан осы түрін сіздерге көрсетейін деп жатырмын, тігілу жолын. Енді мына шашақтың алды менде узоры әдемі болып тұр. Ал мына теріс жағы өзі көрініп тұрады, мына жағы менде теріс. Енді мен оны мына узоры бітетін жерге дейін мен жайнамаздың үстіне тігемін. Мына қараңыздар. Былай шашағын былай тігпеу керек. Шашағын былай тігіп жүрмеңіздер. Былай емес, мына дәл ортасында мына бас жағының тігісі тұр ғой, соның басымен сәйкес келу керек. Мына осылай тігу керек. Және де былай бір өткіземіз, алдынан бір өткіземіз, артынан бір өткіземіз. Мұнда өзі көрініп тұрады ше. Мына алдыңғы жағынан бір өткізу керек болады, және де артыңғы жағынан. Бірінші жол, екінші жол тігіп шығамыз лапканың бойымен. Жайнамазымыз дайын, енді оның қапшығын тігуге кірісеміз. Мен суретімді жаңағыдай жабыстырып, және зигзагпен тігіп алдым. Оның барлығын мен көрсеттім. Тура дәл солай, сол тігіспен мен тіктім. Енді мен бұны тігіп болғаннан кейін, мынау екінші беті бар ғой, сомен мына бетін бір ғана тігіспен мен жалғап тігіп алдым. Бір ғана тігіспен. Мен оның жағын көрсеткен жоқ. Екеуін жалғадық, енді ары қарай не істейміз? Ары қарай екеуін жалғап алғаннан кейін мына чехолымыздың басы бар ғой, бас жағы, мына жағы. Біз содан мен мына жерін инемен қыстырып барлығын дайындап алғам, сіздерге қазір көрсетейін. Бас жағынан мен 8 сантиметр етіп матамды қиып алдым. 8 сантиметр. Мына менде 8 сантиметр белгіледім, және де оны инемен қыстырып алдым барлық жерін. Мінекей, инемен барлық жерін қыстырып аламыз. Мына сызған жерімізден дәл осылай инемен қыстырып аламыз. Инемен қыстырдық. Енді мен барлық жерін осылай қыстырып дайындап алдым. Одан кейін барып біз осыны, дәл осыны қалай тұр, дәл солай мына жерінен бастап міне қазір лапканың бойымен мен дәл осылай тігіп шығамын. Одан кейін барып, тігіп болғаннан кейін барып, мына жағын тоже лапканың бойымен бір ғана тігіспен тігіп шығамын. Бізде сонда ортасы ашық қалады, екі жағы тігілген болады. Дәл қазір осыны тігіп келемін, одан кейін ары қарай көрсетемін. Енді біз бұл тігісімізді теріс қаратып, екі бетін бір-біріне қаратып, лапканың бойымен тігіп шығамыз. Мына бас жағын тікпейміз, әрине. Мына шетінен бастап
бір-біріне қаратып аяқ жағына дейін әдемілеп тұрып тігіп шығамыз. Астындағы чехолымыздың астындағы екі бұрышын кесіп шығамыз, қырқып аламыз. Одан кейін барып айналдырамыз. Қыздар, мен жаңа айтамын деп ұмытып кетіппін. Мынандай жерін тікпеңіздер, мынандай жері ашық қалсын. Өйткені қазір мына кантикті өткізуге бізге керек болады. Енді мен кантигімді осылай бір байлап алдым. Бұның ұшын сіріңкемен кішкене күйдіріп жүргенде дұрыс болады. Өйткені ол осылай шыға береді да, сөгіліп қала береді. Енді біз негізінде қарапайым төреш болса дұрыс болады. Менде қазір болмай тұр. Осымен мен қазір соңына дейін. Енді қыздар, міне екінші жай намазымызды тігендеп жатырмын. Екінші жай намазымның осы матовый велюрын мен дәл тура солай бағанамен қалай тіктім, тура солай тігемін. Бұл жерде мен фрезелен жабыстырған жоқпын. Сол үшін менде осындай кішкене складкалар пайда болып тұр. Одан кейін мен дәл осылай екі матамды дайындап алдым. Астына және үстіне дәл бағанағыдай. Және де бұл размер менде мынау жай намазымның размері сияқты, бірде екеуі. Егер де сіздердің де осылай лақтырғыңыз келмей қимай жүрген ескі жай намаз бар болатын болса, онда осылай жаңалап алсаңыздар да болады. Енді мына ескі жай намазымыздың үстін, мынау екеуін оң жақтарын бір-біріне қарап үстіне біз ескі жай намазымызды төседік. Енді дәл қазір біз инемен қадап барлық жерін инемен қадап қыстырып аламыз. Одан кейін бар машинканың көмегімен бір ғана тігіспен тігіп шығатын боламыз шеттерінің барлығын. Тігіп шығамыз. Одан кейін аяқ жағында кішкене орын қалдырыңыздар. Оңға қарай аударатындай болуымыз керек. Түсінікті деп ойлаймын. Мен қазір бір ғана тігіспен барлық шетін тағы да дұрыстап аламын. Одан кейін барып тігіп шығатын боламын. Мен жай намазыма шашақ тігендеп жатырмын. Шашақ тіккен кезде, егерде машинкаларыңыз тіге алмай қалған болса, онда мына жердегі номерді 7 немесе 6-ға. Мен 6-ға қойғанда жақсы тікті, 6-ға қойып тігіңіздер. Және де мына бас жағын қайырып, сосын барып мына жағын ары қарай бір тігіспен тігіп шығамыз. Мінекей осымен біздің қоңыр жай намазымыз аяқталды. Мен сіздерге қапшығы туралы айта кетейін. Менде осы қоңыр қапшығында кантик жоқ. Мен оның өзінің матасымен жасадым. Ұзындығы 90 см, енін 5 см етіп қырқып алып, оны бір жағы шетін ғана тігіп, оңайландырып және үтікпен басып шықтым. Одан кейін барып, осы тесігінен өткіздім, түйреуіштің көмегімен. Болды, осымен біздің кантигіміз дайын. Егер де сіздерде дайын кантик болмаса, дәл осылай қолдана салсаңыздар болады. Мінекей қыздар, осымен біздің екі түрлі жай намазымыздың мастер-классы аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де сіздер мүлдем тігуді білмесеңіздер, осындай жай намаз тігіп көріңіздер, міндетті түрде қолдарыңыздан келеді және сіздерде әдемі шығатынына мен сенемін. Қараңыздар, сырты да іші де қандай әдемі. Сыйлыққа берсеңіздер өте керемет әрі пайдалы сыйлық болады. Мінекей мен кішкене көлем үлкен жай намазымызды қазір сіздерге жайып тұрып көрсетемін. Міне размер осындай болды, меніңше қатты үлкен болмады. Мен бұл екі сыйлығымды ата-анама және ата-енеме сыйлайтын боламын. Екі жақ қайсысы ұнатады, соны алады.
Ал осымен біздің мастер-классымыз аяқталды. Айтпақшы, менде бір жайнамаға қанша шығын кеткенін айта кетейін. Менде бір жайнама және оның қапшығына 2000 теңгедей кетті. Маған негізінде жарты метр матовый велюрда жетті. Ал егер де заказға тігетін болсаңыздар 4000 немесе 4500 теңгеге тіксеңіздер өз шығынын шығарып аласыздар. Неге мен сіздермен қоштаспаймын. Әдеттегідей келесі видеода кездескенше міндетті түрде комментария жазып, пікірлеріңізді қалдырып, және осындай керемет мастер-классқа лайктарыңызды басып кетсеңіздер өте қатты қуанушы едім. Және де менің каналымнан алыстамаңыздар. Мен сіздерге осы жақын арада таспиқ жасаудың мастер-классын толығымен осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге мың алғыс. Келесі мастер-класстарда кездескенше сау болыңыздар.